Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Excel 6 сыныптың 5 модульдің 57 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын менің каналыма тіркелеміз, подписаны басамыз, және де оқу жылы аяқталғанға дейін 10 000 оқырман жетуіме көмектесіп жіберіңіздер. Мені қолдаңыздар. Сабағымызды бастаймыз. Жалпы сабақтың тақырыбы can, could, may, might, should, shouldn't, ought, oughtn't, to деген. Енді осы етістіктерді, модаль етістіктерді қандай мағынаны білдіреді, қандай мақсатта қолданылады, соны біліп алайық. Жалпы can дегеніміз істей алу, рұқсат беру. Ал can't болмайды, немесе істей алмаймын. Мысалы, I can swim, мен жүзе аламын, яғни мен оны істей аламын. You can't park here. Мұнда көлік қоюға болмайды. Демек, бұл бізде болмайды деп беріліп тұр. Жалпы can мен can't модальды етістігі бір нәрсе қолынан келген кезде айтасын, және де рұқсат берілмеген нәрсе туралы айтқан уақытта да айтады екенбіз. May, might. May, might дегеніміз мүмкіндік болжам. Яғни may мүмкін, сенімділеу түрде, might мүмкін, ол сенім аздау болып келеді. Мысалы, she may come today. Ол бүгін келуі мүмкін деп айтып тұр, сеніммен айтып тұр. He might be late. Ол кешігуі мүмкін. Бұл жерде сенімсіздік болып тұрды. Ол кешігеді ме, кешікпей ме деген секілді. Келесі should, shouldn't. Shouldn't біз біреуге кеңес айтқан уақытта қолданады екенбіз. Should істеу керек, немесе shouldn't істемеу керек. Мысалы, you should sleep early. Ерте ұйықтау керек. You shouldn't eat junk food. Fast food жемеу керек. Ought to кеңес берген уақытта, міндеттелген уақытта қолданылады. Бұл бізде сәл ресми түрде айтылады екен. You ought to study more. Көбірек оқу керек. Және де есіңе сақтап ал, should және де ought to. Олар екеуі де модальды етістіктер болғанымен, екеуінің арасында айырмашылық болады. Яғни ought to біз ресми түрде қолданады екен біз. Мысалы, енді бірінші тапсырмаға ауысайық. Бірінші тапсырма read the examples, they say them in your language, find examples in the text on page 54. Мұнда бізге не деп айтылған? Мысалдарды оқы дейді, өз тіліңде айт дейді. Және оны мысалдарды тап деп тұр. Бірден оқып аудара берейік. You can go now. Сен қазір бара аласың. Яғни ол бізде рұқсат беріп тұр. You can't leave the room. Сен бөлмеден шыға алмайсың. Онда рұқсат берілмей тұр. Can немесе may. I have some more tea. Мен тағы шай алсам бола ма? Деп сұрап тұр. Can I help you with the dishes? Ыдыс жууға көмектесейін бе? Ұсыныс тастап тұр. Could I have some milk? Мен сүт алсам бола ма? Сыпайы түрде рұқсат сұрап тұр. He may or might come. Ол келуі мүмкін. Яғни мұнда болжам болып тұр. You should ought to be careful what you eat. Не жейтініңе абай болуың керек. Мұнда бізде кеңес беріліп тұр екен. Келесі exercise 9. Rewrite the sentences using appropriate modal verbs. Мұнда бізде модаль етістіктерді пайдалана отырып, сөйлемдерді дұрысынан жазу керек. 8-ші тапсырманың жауаптарын мұнда жаздым, бірақ бұның барлығы кітапта бар. Яғни мен сіздерге аударып, түсіндіріп айтып бердім. Келесі exercise 9. Бұл 9-ші тапсырманың жауаптары. You aren't allowed to swim after you have eaten lunch. Енді осы сөйлемге бізге модальды етістікті қосу керек. You can't swim after you have eaten lunch. Түстен кейін жүзуге болмайды. Don't eat too much junk food, it's my advice. Яғни мұнда фастфудты жемеу керек деп тұр. You shouldn't eat too much junk food. Фастфудты көп жемеу керек. Would you like me to bring you some hot tea? Мұнда ыстық шай әкелейін бе деп сұрап тұрған екен, соны қазір модаль етістікпен өзгертетін болсақ, Can I bring you some hot tea? Саған ыстық шай әкелейін бе деп сұрап тұр. Is it okay for me to go home early? I don't feel well. Мұнда мен үйге кешігіп жатырмын дейді. Жоқ, не. Өзім нашар сезініп тұрмын, үйге қайтсам бола ма деп рұқсат сұрап тұр. May or could
I go home early, I don't feel well. Өзімді жақсы сезінбей тұрмын, ертерек үйге кетсем бола ма? Мұнда бізде could модальдік етістігін қолдандық. Келесі, it's possible we will order take away later. Мұнда бізде тамақ туралы әңгіме болып тұр. We may or might order take away later. Біз кейін тамақты сырттан тапсырыс беруіміз мүмкін деп тұр, иә? Мұнда бізде мүмкін екеуінің біреуін қолдану керек. Ары қарай exercise 10, иә, 10-шы тапсырма. Read the tables as examples in your language. Мұнда бізге кестеге қара, мысалдарды өз тілінде айт депті. Жалпы мұнда countable, uncountable nouns, саналатын, саналмайтын зат есімдер туралы айтылған екен. Яғни countable nouns дегеніміз саналатын зат есімдер. Біз оны санап айта аламыз. Мысалыға one apple, мысалыға 2 apples. Егер де ол зат есім бір зат болып тұрса, оғаның алдына n артиклін қолданамыз, немесе a артиклін қолданамыз. Ол бастауыштың басталатын сөзіне, әріпіне байланысты. Мұнда бізде 2 apples, саналып тұр. Uncountable nouns дегеніміз бұл саналмайтын зат есімдер. Біз оны санай алмаймыз. Мысалыға rice, күріш. How many apples do you eat? Сен неше алма жейсің, жей аласың деп тұр. Too many, көптеген. A lot of, lots of. Some, a few, not many, very few, none деп беріліп тұр. Мысалға too many, too much дегеніміз бізде тым көп дегенді білдіреді. Too many мен too much-тың аудармасы тым көп, бірақ too many саналатын зат есімдермен қолданылса, too much саналмайтын зат есімдермен қолданылады. A lot of, lots of. Мұның бізде аудармасы көп, мұнаның да аудармасы көп. Мұнда a lot of пен lots of саналатын зат есімдермен қолданылса, a lot of саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Some, a few, some, a little. Екеуі де көп емес дегенді білдіреді. Тек саналатын зат есімдермен some да саналатын зат есімдермен айтуға болады, бірақ мұнда бізде айырмашылығы a few, a little болып тұр. Not many, not much. Екеуінің аудармасы көп емес, None деген мүлдем деген жоқ. Мүлдем жоқ дегенді білдіреді екен. We use any in the negative and interrogative. Any қосымша етістігі, мұнда біз нені қай кезде қолданамыз? Болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады екен біз. We use some in the interrogative offers. Some біз ұсыныс жасаған уақытта қолданады екенбіз. More is used with both countable and uncountable nouns. More екі түрімен де қолданылады екен. Less is used only with uncountable nouns. Less бізде тек қана саналмайтын зат есімдермен ғана қолданылады екен. Келесі exercise 11. 11-ші тапсырма. Fill in a or n or some, then mark the nouns as c or u дейді. Мұнда бізге a немесе n артиклін қолдану керек сөздерге, және де самды да жазуымыз қажет екен. Немесе сам, және де саналатын болса c деп белгілеуіміз керек екен, саналмайтын болса u деп белгілеуіміз керек екен. Мысалға an egg, countable noun, some rice, uncountable nouns, some cheese, uncountable nouns, a biscuit, countable nouns. Exercise 12, 12-ші тапсырма. Choose the correct item. Мұнда бізде 12-ші тапсырмада дұрыс нұсқаны таңда дейді. Қайсы дұрыс, соны таңдайды екенбіз. Could you buy me a few eggs? Sure. How many do you need? Not many. 4 are enough. Okay. Anything else? Could you get me some milk? Sure, no problem. Could you also get me a little cheese? How much do you need? How much do you need? 300 grams should be enough. Okay, bye for now. Мұнда бізде дүкенге бара жатқан адамға жұмыртқа ала кел дейді, кішкене ғана өзіміз сүт ала кел дейді, содан кейін кішкене ғана сыр ала кел дейді, 300 граммдай. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.